Көздеріңізді бір сәтке жұмуларыңызды қалаймын. Ертең таңертең оянғанда өміріңізде бәрі ойдағыдай болып жатқанын елестетіңіз. Барлық жауаптарыңыз бар болғандықтан емес, болашақты көре алғандықтан емес, осы әлемде қалай әрекет ететініңіз туралы негізгі шешімді қабылдағаныңызға байланысты. Сіз бәрі әрқашан тамаша болып шығады дегенде әрекет етуге бел будыңыз. Және бір нәрсені анық білемін. Сіз осы шешімді қабылдағанда, осы энергияны іске асырғанда, осы нұсқаңызға кіргенде, сіз тіпті ойламаған нәтижелерге куә боласыз. Дәл қазір осы видеоны қарап отырған сәтте, бүкіл әлемде миллиондаған адамдар қорқынышпен өмір сүріп жатыр. Оларды сенімсіздік қимылсыз қалдырады. Олар өзін кішкентай ететін, тек қауіпсіздік беретін, сол орында ұстап тұратын ой үлгілерінің шырмауында. Бірақ қазір сіз мұны тыңдап отырсыз. Бұл маған сіз туралы бір нәрсені айтады. Сіздің жаңаға дайын екеніңізді білдіреді. Сіз жаңа жолға қадам басуға дайынсыз. Сіз қорқыныштан емес. Өмірдің өз процесіне сенімнен әрекет етуді үйренуге дайынсыз. Мен жылдар бойы адамның мінез-құлқын зерттедім, сананың қалай жұмыс істейтінін түсіндім. Сенімдеріміздің шындықты қалай қалыптастыратынын, біз алып жүрген энергияның қандай тәжірибені тартатынын, және тапқаным сіздің проблемаларыңызға, қиындықтарыңызға және өмірге деген жалпы көзқарасыңызға төңкеріс әкеледі. Ең табысты адамдар, ең бақытты адамдар, қолдары тигеннің бәрін мүмкіншілікке айналдыратындар, олардың бәрін біріктіретін бір қасиет бар. Олар бәрі әрқашан сәтті болады деп әрекет етеді. Қалай болатынын білмесе де. Есіңізге түсіріңіз, соңғы рет бір нәрсе жоспарыңызға сай болмай қалған кезді. Бәлкім қалаған жұмысыңызды ала алмадыңыз. Мүмкін қарым-қатынасыңыз күтпеген жерден үзілді. Мүмкін бизнесіңіз құлады. Мүмкін денсаулығыңызда мәселе туып, бүкіл әлеміңізді төңкеріп тастады. Сол сәтте алдыңызда екі таңдау болды. Еңсеңізді түсіріп, өмір әділетсіз, ештеңе шықпайды, менің қолымнан келмейді деп айтасыз. Немесе басқа жолды, тәсілді таңдайсыз. Мүмкін дәл осы жағдай мені қажет жеріме жеткізу үшін болды деп өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен позитивті ойлау туралы айтып тұрған жоқпын. Проблема жоқ, немесе ауырсыну жалған деп алдауда емес. Мен әлде қайда қуатты нәрсе туралы сөз қозғаудамын. Мен өмірдің даналығына деген мызғымас сенімді дамыту туралы айтып тұрмын. Әр тәжірибе, әр сәтсіздік, әр тосын бұрылыс, бәрі де сіздің игілігіңізге жұмыс істейтін, үлкен жоспардың бөлігі екенін шын түсінген кезде бәрі өзгереді. Бәрі өзгереді. Сіздің стресс деңгейіңіз төмендейді, шешім қабылдауыңыз жақсарады, шығармашылығыңыз ашылады, қарым-қатынасыңыз өзгереді. Бүкіл өміріңіз күрес емес, қызықты саяхатқа айналады. Бірақ көпшілік қателеседі. Олар бәрі жақсы болады деп әрекет ету, қол қусырып, арманның өзі келуін күту деп ойлайды. Мен бұны айтып тұрған жоқпын. Мен сенімнен туған шабытты әрекеттер туралы айтып тұрмын. Қорқыныштан туған асығыс әрекеттер емес. Сіз бәрі сәтті болады деп әрекет еткенде, мүлде басқа деңгейде көрінесіз. Басқалар тәуекел етпегенге барасыз. Басқалар берілгенде табандылық танытасыз. Басқалар бөгет көрген жерден мүмкіндік көресіз. Құрметті көрермендер, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Себебі бұл ақпарат өміріңізді өзгертуі мүмкін. Және әрине әлі жазылмаған болсаңыздар, Нұрлы Войс арнасына жазылыңыздар. Лайк басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Мысалы, 3-5-тік. Сіздің пікіріңіз бен лайкыңыз YouTube алгоритміне осы видеоны ілгерілетуге көмектеседі. Қолдауларыңызға рахмет, ал енді жалғастырайық. Мен сіздермен менің сәтсіздіктер туралы түсінігімді түбегейлі өзгерткен бір нәрсемен бөлісейін.
Қазіргі таңда сәтсіздік деп атайтын әрбір жағдай шын мәнінде сізді жақсырақ нәрсеге бағыттады. Ойланып көріңізші, алмаған жұмысыңыз сізді қазіргі бар жұмысыңызға келді. Бітті деген қарым-қатынас алдағы келетіндерге орын босатты. Құлаған бизнесіңіз келесі жолы табысты болар алдында сізге үйрену керек сабақтарды берді. Денсаулығыңыздағы мәселе өзіңізге жақсырақ қарауға итермеледі. Сәтсіздік болып көрінгеннің бәрі үлкен нәрсеге дайындық қана. Сіз өмірге осылай қарай бастағанда, процестің өзіне сенгенде, нәтижені көрмесеңіз де, ғажайып нәрсе басталады. Сіз оқиғаны күштеп жүргізуді тоқтатасыз. Әрбір сақ-түйекті бақылауға тырысуды қоясыз. Тауды етергендей өзіңізді шаршатуды тоқтатасыз. Оның орнына сіз өмірдің ағысымен жүруді, жолда түзетулер енгізуді, бірақ әрқашан дұрыс бағытта келе жатқаныңызға сенуді үйренесіз. Елестетіп көріңізші, сізде бір жеке көмекші бар. Ол өте ақылды. Сізде жоқ ақпаратқа қол жеткізе алады, сіз көрмегенді көре алады, және жалғыз мақсаты өміріңізді ең жоғарғы игілігіңізге апаратындай ұйымдастыру. Бұл көмекші тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс істейді. Жағдайларды өзара байланыстырады, кездесулерді ұйымдастырады, мүмкіндіктер жасайды, кедергілерді жояды және сізге өсуге, үйренуге, өзіңіз болуға көмектесетін тәжірибе құрады. Жалғыз мәселе, бұл көмекші әр шешімді сізбен ақылдаспайды. Кейде қате болып көрінген нәрсе, кідіріс, айналма жол шын мәнінде сізге көмекші болып, әлде қайда жақсы нәрсеге жол ашып жатады. Өмір дәл осылай жұмыс істейді. Сіз бәрі әрқашан ойдағыдай болады деп әрекет еткенде, сырттай хаос болып көрінген нәрсенің артындағы даналықты көре бастайсыз. Сіз көзге көрінбейтін үлкен суреттің бар екеніне сене бастайсыз. Үнемі ағысқа қарсы жүзудің орнына өмір ағысымен еркін жүзіп, тыныштала бастайсыз. Мүмкін кейбіреулеріңіз бұл теорияда керемет естіледі, бірақ сіз менің жағдайымды білмейсіз. Менің не нәрсемен бетпе-бет екенімді білмейсіз, шын мәнінде бәрі қаншалықты нашар екенін білмейсіз деп ойлап тұрсыз. Дұрыс айтасыз, мен сіздің жағдайыңызды барлық егжей-тегжейімен білмеймін, бірақ мен мынаны білемін. Мәнді нәрсеге қол жеткізген әрбір адам бәрі мүмкін еместей болып көрінген сәттерді бастан өткерген. Әрбір кәсіпкер банкроттықты көрген, әрбір суретші, өнер адамы қабылданбауды бастан кешкен. Әрбір жаңа нәрсені ұсынған адам идеясына күмәнмен қараған. Жетістікке жеткендер мен бас тартқандардың айырмашылығы проблемалардың болмауында емес. Сіз бәрі әрқашан ойдағыдай болады деп әрекет еткенде, мен жауапкершілік деп атайтын қасиетті дамытасыз. Бұл кінә немесе қателік емес, қандай жағдай болмасын мықты жауап бере білу қабілеті. Сіз жағдайдың құрбаны болуды қойып, өміріңіздің тәжірибесін өз қолыңызбен құратын жанға айналасыз. Неге бұл маған болып жатыр деп сұрауды тоқтатып, бұл мен үшін қалай болып жатыр деп сұрай бастайсыз. Бұл көзқарас тек философиялық қадам емес, ол сіздің биологияңызға, психологияңызға және жоғары деңгейде әрекет ету қабілетіңізге нақты әсер етеді. Сіз қорқыныштан емес, сенімнен әрекет еткенде, жеке жүйеңіз босайды, ойыңыз айқынырақ болады, шығармашылық әлеуетіңіз еркін ағады. Иммундық жүйеңіз жақсы жұмыс істейді, шешім қабылдау қабілетіңіз артады, ұйқыңыз жақсарады, адамдармен шынайырақ сөйлесесіз, өміріңізге жақсырақ қамқорлық жасайсыз. Мүмкіндіктер мен жоғары деңгейде әрекет ететін адамдарға тартымды боласыз. Бірақ көпшілігі жіберетін қателік мынада, бәрі ойдағыдай болады деп әрекет ету мақсат емес, бұл тәжірибе. Оны қайта-қайта таңдап отыру керек. Әсіресе сыртқы жағдайлар керісінше айтып тұрғанда. Істеріңіз жақсы жүргенде процеске сену оңай. Шынайы сынақ белгісіздік жағдайында басталады. Келесі қадамыңызды көрмегенде, бәрі сізге берілуді айтқанда.
банк шотыңыз бос болғанда, денсаулығыңыз күмәнді болғанда, қатынастарыңыз шиеленіскенде, дәл сол кезде бұл тәжірибе күшті болады. Сол кезде сіз өзіңіздің шын мәнінде неден жасалғаныңызды ашасыз. Өмірімде бәрі бір сәтте құлап жатқан кездер болды. Бизнесім күйреп жатты, қарым-қатынастарым қиын болды. Денсаулығым нашарлады, сенімім шайқалды. Ол сәтте менің екі таңдауым болды. Біріншісі, үмітсіздікке түсіп, энергиямды өмірдің әділетсіздігіне шағымдануға жұмсау. Екіншісі, бәрі дәл солай болуы тиіс деп, сенімімді екі еселеу. Мен екіншісін таңдадым, және ол шешім бәрін өзгертті. Не дұрыс болмай жатыр дегенге назар аударудың орнына, мүмкін болатын нәрсеге назар аудардым. Проблемаларымды қайталай берудің орнына, шешімдерімді қайталадым. Күрес тарихын айтудың орнына, қайта көтерілу тарихымды айта бастадым. Және ғажайып нәрсе орын алды. Мені жойғалы тұрған проблемалардың өзі өмірімнің келесі деңгейіне берік іргетас болды. Бизнесімдегі күрес мені бұрын ешқашан жасамас едім деген инновацияларды жасауға итермеледі. Қарым-қатынастағы қиындықтар мені тиімдірек қарым-қатынас жасауға үйретті. Денсаулығымдағы проблемалар мені күштірек еткен әдеттерді дамытуға мәжбүрледі. Сенім дағдарысы мен білмеген күшті жақтарымды ашуға келді. Міне бәрі ойдағыдай болады деп әрекет еткенде, болатын жағдай. Өмір сізге емес, сіз арқылы аға бастайды. Сіз енді құрбан емессіз, өз шындығыңызды бірге жасаушысыз. Сәтсіздіктерді дайындық ретінде көре бастайсыз. Проблемаларды мүмкіндік ретінде көресіз. Аяқталуды бастау ретінде қабылдайсыз. Бірақ бір нәрсені нақтылап алайын, бұл пассивті болуды білдірмейді. Бұл әрекет етуді, жоспар құруды немесе мақсаттарыңызға жұмыс істеуді тоқтатуды білдірмейді. Керісінше ол басқа нәрсені білдіреді. Сіз бәрі ойдағыдай болады деп шын сенгенде, тәуекелге баруға бейім боласыз. Алға жылжу үшін сәтсіздікке ұшырауға бейім боласыз. Өзіңізге және армандарыңызға көбірек инвестиция жасауға дайын боласыз. Себебі бәрі жоспарлағандай болмаса да, бәрі сіздің жоғары игілігіңізге сай өрбейтініне сенесіз. Өмірде ерекше жетістіктерге жеткендер, ешқашан кедергіге тап болмағандар емес. Олар қандай жағдай болса да, бәрі ойдағыдай болатынына мызғымас сеніммен алға жүргендер. Әрбір жоқ оларды яға жақындатады деп түсінгендер. Әрбір сәтсіздік кері байланыс екенін түсінгендер. Әрбір сәтсіздік қайта көтерілуге дайындық екенін түсінгендер. Сіз білетін ең төзімді адамдарды ойлап көріңіз. Өмір не әкелсе де, одан қайта тұра алатын адамдарды. Оларды біріктіретін не? Олар өмір процесіне деген терең, мызғымас сенімге ие. Олар бәрін олардың өсуі мен дамуына қызмет ететіндей етіп ұйымдастыратын жоғары сана бар екеніне сенеді. Олар бәрінің қалай болатынын білуге мұқтаж емес. Оларға тек солай болатынына сену жеткілікті. Бұл сенім аңғал оптимизм емес. Жалғасы келесі бөлімде.